Сізге бір сұрақ қояйын. Кешегі не жегеніңізде есіңізде бар ма? Немесе бір апта бұрын кіммен сөйлескеніңізді? Егер ойлануға тура келсе, бүгінгі видео дәл сіз үшін. Себебі есте сақтау өздігінен нашарламайды. Оны нашарлататын нәрсе бар. Және ол нәрсе күнде дастарханыңыздан табылады. Бүгін мен сізге есте сақтауды бұзатын 6 тағамды айтамын. Және соңында оның орнына не жеу керектігін айтамын. Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермендер? Мен Рөке дәрігер. Лайк басыңыз және каналға жазылыңыз. Ми денеміздің ең күрделі мүшесі. Оның салмағы дене салмағының 2% ғана. Бірақ ол денедегі барлық энергияның 20%-ын жұмсайды. Яғни ми үнемі тамақтанып тұратын, үнемі қоректік затқа мұқтаж мүше. Ми жасушалары, нейрондар бір-бірімен байланыста болады. Бұл байланыстар есте сақтаудың негізі. Жаңа нәрсе үйренгенде жаңа байланыс жасалады. Ескіні еске түсіргенде бар байланыс белсенеді. Бұл байланыстар нашарласа, есте сақтау нашарлайды. Байланыстарда не бұзады? Бірінші, қабыну. Миды қоршаған тіндерде қабыну болса, нейрондар бір-бірімен байланысуы қиындайды. Екінші, тотығу процесі. Бос радикалдар нейрондарды білдіреді. Үшінші, қан айналымының бұзылуы. Ми тамырлары тарылса, оттегі жетіспейді. Төртінші, инсулин резистенттілігі. Мида инсулинге тәуелді. Инсулин нашар жұмыс жасаса, ми жасушалары аш қалады. Бүгінгі 6 тағам осы 4 механизмнің біреуін немесе бірнешеуін бір мезгілде іске қосады. Нәтижесінде есте сақтау баяу, бірақ тұрақты нашарлайды. Адам байқамайды, қартаюдан деп ойлайды. Жоқ, тағамнан. Гарвард медицина мектебінің нейрология бөлімінің зерттеуінде дұрыс тамақтанатын адамдарда Альцгеймер ауруы дамуы 40%-ға баяу жүрген анықталған. 40% тек тамақтану арқылы. Лайк басыңыз, бұл видеоны туыстарыңызға жіберіңіз. Бірінші тағам – қант пен тәтті тағамдар. Кәмпит, торт, печенье, газды сусындар, тәтті шай. Осылардың барлығы миға тікелей зиян береді. Қалай? Тәтті тағам жегенде қандағы қант деңгейі күрт көтеріледі. Ұйқы безі инсулин бөледі, қантты азайтады. Қант күрт түседі. Ми бұл секірмелерді жақсы көрмейді. Бір жағынан тым жоғары қант нейрондарды тікелей зақымдайды. Екінші жағынан тым төмен қант ми жасушаларын аштыққа ұшыратады. Бірақ ең қауіптісі созылмалы жоғары қант. Жылдар бойы тәтті жеген адамда инсулин резистенттілігі дамиды. Ұйқы безі инсулин бөледі, бірақ жасушалар жауап бермейді. Ми жасушалары да инсулинге тәуелді. Инсулин резистенттілігі дамыса, ми жасушалары глюкозаны пайдалана алмайды. Аш қалады, нейрондар өледі. Ғалымдар Альцгеймер ауруын 3-ші түрдегі диабет деп атай бастады. Себебі Альцгеймерде ми жасушалары инсулинге жауап бермейді. Дәл қант диабетіндегідей. Байланыс тікелей. Тағы бір нәрсе. Тәтті тағамдар миды қабындырады. Қант қабыну молекулаларын белсендіреді. Созылмалы миды қабыну есте сақтаудың нашарлауының негізгі себебі. Нью-Йорк университетінің нейрология зерттеу орталығының 10 жылдық бақылауында күнде тәтті сусын ішетін адамдарда ми көлемі азайғаны, есте сақтау тесттерінің нәтижесі нашарлағаны анықталған. Не істеу керек? Қантты мүлдем тастаңыз деп айтпаймын, бірақ күнде ішетін тәтті шайдың қантын азайтыңыз. Газды сусынды тоқтатыңыз. Тәтті орнына жидек, алма, бал. Баяу қорқылатын тәтті миға жайлы. Екінші тағам – маргарин мен трансмайлар. Маргарин, кейбір печенье, крекер, чипс, фастфуд. Осыларда трансмайлар бар. Трансмай өнеркәсіпте өсімдік майын қыздырып, сутегімен байытқанда пайда болатын жасанды май. Табиғатта мұндай май жоқ. Дене оны қалай өндіруді білмейді. Миға не істейді? Ми жасушаларының қабырғасы майдан тұрады. Қандай майды жесеңіз, мидың жасушалары сол майдан жасалады. Пайдалы май жесеңіз, жасуша қабырғасы икемді, серпімді. Трансмай жесеңіз, жасуша қабырғасы қатаяды, серпімділігін жоғалтады. Нейрондар бір-бірімен байланыса алмайды, сигналдар өтпейді, есте сақтау нашарлайды. Тағы бір нәрсе. Трансмайлар миды қабындырады. Және жаман холестеринді ЛДЛ арттырады. Жаман холестерин ми тамырларына жабысады, тамырды тарылтады. Ми оттегісіз қалады. Торонто университетінің зерттеуінде трансмайларда жиі тұтынатын адамдарда есте сақтау қабілеті тесттерінде нашар нәтиже көрсеткені, ми тамырларының тарылуы жылдамырақ жүргені байқалған. Маргаринді жаққаннан өте жиі жейтін тағам. Таңғы астан маргаринді алып тастаңыз. Орнына зәйтін майы, авокадо, табиғи сары май аздап. Лайк басыңыз, каналға жазылыңыз. Үшінші тағам. Ақ нан мен ақ ұн өнімдері. Ақ нан, ақ күріш, кәдімгі макарон.
Осылар рафинирленген көмірсулар, яғни өңделу барысында клетчаткасы, витаминдері, минералдары алынып тасталған. Қалғаны таза крахмал. Крахмал дене ішінде тез қантқа айналады. Тезірек тіпті қарапайым қанттан да тез. Яғни ақ нан жеу қант жегенмен бірдей нәтиже береді. Қандағы қант күрт көтеріледі, күрт түседі. Міне осы секірмелер миды зақымдайды. Тағы бір нәрсе. Ақ нанда клетчатка жоқ. Клетчатка ішектегі пайдалы бактерияларды тамақтандырады. Пайдалы бактериялар ми үшін маңызды. Бұл байланыс жаңа ашылған. Ішек ми өсі деп атайды. Ішектегі бактерия балансы бұзылса, ми жұмысы да бұзылады. Кейіп-күй нашарлайды, есте сақтау нашарлайды. 50 жастан кейін ақ нанды толықтай қойсаңыз, миға жасаған ең үлкен жақсылығыңыздың бірі болады. Не жеу керек? Тұтас дән нан, қара нан, бидай нан, қара құмық, сұлы, арпа. Бұларда клетчатка мол. Қандағы қант баяу көтеріледі, миға жайлы. 4-ші тағам – тұздалған және өңделген тағамдар. Шұжық, колбаса, сосиска, консерви, чипс, крекер. Осылардың барлығы өңделген тағамдар. Ішінде артық тұз, консерванттар, бояғыштар, хош иістендіргіштер. Артық тұз не істейді? Тұз қандағы натрий деңгейін арттырады. Натрий су ұстайды. Қан тамырлары кеңейеді, қан қысымы көтеріледі. Жоғары қан қысымы ми тамырларын зақымдайды. Ми тамырлары нашарласа, инсульт немесе кішкентай инсульттар қайталана береді. Ми тіндері бүлінеді. Есте сақтау нашарлайды. Консерванттар мен бояғыштар не істейді? Олар ішектегі пайдалы бактерияларды өлтіреді. Ішек микробиомы бұзылады. Ішек ми осы арқылы ми жұмысы нашарлайды. Тағы бір нәрсе. Өңделген тағамдарда глутамат натрий деген зат бар. Ол дәнді күшейтеді. Бірақ миға тікелей зиян береді. Нейрондарды шамадан тыс белсендіреді, шаршатады, зақымдайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректерінде өңделген тағамдарды жиі тұтынатын адамдарда деменция, есте сақтаудың прогрессивті жоғалуы, дамуы 50 жас 2%-ға жоғары екені жазылған. Шұжық пен колбасаны азайтыңыз. Тамаққа тұзды аз қосыңыз. Консервінің орнына жаңа тағам. Видеоның ортасына жеттік. Лайк басыңыз, каналға жазылыңыз. Бұл видеоны балаларыңызға жіберіңіз. 5-ші тағам – алкоголь. Алкоголь туралы кейбіреулер аз ішсе пайдалы дейді. Бірақ мен бүгін миға тікелей әсері туралы айтамын. Алкоголь – нейротоксин. Орысша нейротоксин – жүйке жүйесіне улы зат. Ол нейрондарды тікелей зақымдайды. Бір рет ішкенде миллиондаған нейрон өледі. Уақыт өте ми кішірейеді. Алкоголь В1 дәруменін тиаминді жұмсайды. Тиамин мидың энергия алмасу үшін маңызды. Тиамин жетіспесе, ми жасушалары аш қалады, өледі. Созылмалы алкоголь тұтыну верника энцефалопатиясы деп аталатын ауыр ми ауруына алып келеді. Тағы бір нәрсе. Алкоголь ұйқының сапасын бұзады. Ішіп жатқансып ұйықтайсыз, бірақ терең ұйқы болмайды. Ал терең ұйқыда ми күні бойы жиналған қоқысты бета-амилоид деген зиянды белокты шығарады. Терең ұйқы болмаса, бета-амилоид мида жиналады. Ал бета-амилоид Альцгеймер ауруының негізгі кірпіші. Алкогольді тоқтатсаңыз, ми қалпына келе бастайды. Баяу, бірақ келеді. 3 айда есте сақтау жақсарады. 6 айда ми тіндері қалпына келе бастайды. 6-шы тағам – қуырылған тағамдар. Картоп фри, қуырылған нан ет, самса, бауырсақ. Осылардың барлығы жоғары температурада қуырылған тағамдар. Жоғары температурада өнімде акриламид деген зат пайда болады. Акриламид – нейротоксин. Нейрондарды тікелей зақымдайды. Тағы бір нәрсе. Қуырғанда пайдаланылған май тотығады. Тотыққан май күшті бос радикал көзі. Бос радикалдар ми жасушаларын шабуылдайды. Антиоксиданттар оларды тоқтатуға тырысады, бірақ тым көп болса жеңе алмайды. Нейрондар зақымдалады. Қуырылған тағамды кешке жеу ерекше зиянды. Неліктен? Кешке ми жасушалары қалпына келу режиміне өтеді. Дәл осы кезде оларға зиянды зат жіберсеңіз, қалпына келу бұзылады. Пісіру тәсілін өзгертіңіз. Қуырудың орнына пісіру, бұқтыру, буда пісіру. Осы 3 тәсіл акриламид пайда болмайды, майдың тотығуы болмайды. Енді ең маңызды бөлім. Есте сақтауды жақсартатын тағамдарды айтайын. Майлы балық. Омега-3 ми жасушаларының қабырғасын жасайды. Аптасына 3-4 рет. Жаңғақ. Омега-3 Е дәрумені, антиоксиданттар. Күнде 5-7 дән. Жидектер. Черника, қызғалдақ жидек, қарақат. Антоцианиндер. Ми тамырларын нығайтады, қабынуды азайтады. Күнде 1 уыс. Куркума, куркумин. Бета-амилоидтың жиналуын тежейді. Күнде 1 шай қасық, қара бұрышпен. Қара шоколад.
70%-дан жоғары какао, флавоноидтар, ми қан айналымын жақсартады. Күнде 15 грамм. Жұмыртқа. Холин деген зат ми нейромедиаторларын жасайды. Күнде 1-2 жұмыртқа. Жасыл шай. Л-тианин мен кофеин бірлесіп зейінді. Есте сақтауды жақсартады. Маңызды өмір салты ережелері. Ұйқы. Терең ұйқыда ми тазаланады. 7-8 сағат. Бұл есте сақтаудың бірінші шарты. Қозғалыс. Жаяу жүру ми тамырларына жаңа қан жібереді. Жаңа нейрондар жасалуын белсендіреді. Күнде 30 минут. Оқу, жаңа нәрсе үйрену, ми жаттығуы. Кітап оқымыз, жаттау жаттықтырымыз. Стресс, созылмалы стресс. Кортизол бөледі. Кортизол ми жасушаларын тікелей зақымдайды. Гиппокамп есте сақтауға жауапты аймақ кішірейеді. Стрессті азайтыңыз. Бүгінгі видеоның түйінін айтайын. Бірінші, қант пен тәтті тағамдар. Инсулин резистенттілігін миды қабындырады. Азайтыңыз. Екінші, маргарин мен трансмайлар. Нейрон қабырғасын қатайтады. Ми тамырларын бітейді. Мүлдем тастаңыз. Үшінші, ақ нан мен ақ ұн. Қанттай жұмыс жасайды. Клетчаткасыз. Қара нанға ауысымыз. Төртінші, шұжық, консерві, чипс. Артық тұз, консервант, глутамат миды зақымдайды. Азайтыңыз. Бесінші, алкоголь. Нейронды тікелей өлтіреді. Ұйқыны бұзады. Бета-амилоид жиналады. Тоқтатыңыз. Алтыншы, қуырылған тағамдар. Акриламид, тотыққан май, нейротоксиндер. Пісіру, бұқтыруға ауысымыз. Бүгін бір өзгерістен бастаңыз. Таңғы астан маргаринді алып тастаңыз. Орнына зәйтін майы немесе авокадо. Осы бір қадам миыңыз үшін ең дұрыс бастама. Бұл видеоны балаларыңызға, туыстарыңызға, достарыңызға жіберіңіз. Комментарий жазыңыз. Осы 6 тағамның қайсысын жиі жейсіз? Видеоға лайк басыңыз және каналға жазылыңыз. Денсаулық болсын, ұзақ өмір сүріңіз.